Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қатпарлы қамырдан самса дайындап көрсетемін. Қамырымызға керекті сұйықтықты дайындап аламыз. 2 сары уызын және 1 жұмыртқаның бүтінін салып, ішіне 1 шай қасық тұз және қаймақ 100 грамм. Бәрін араластырамыз. Және де салқын су 50 грамм құямыз. «500 грамм ұнымыздың ішіне 200 грамм салқын сары майды теркадан немесе қолмен кесіп салуға болады. Ұнымыз бен сары майды араластыра отырып, жаңа жасап қойған сұйықтығымызды құямыз. Араластыра отырып, қамыр болғанша елейміз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шықты. Тоңазытқышқа салып қоямыз 1 сағатқа. 1 сағат болған соң, қамырымызды 2-ге бөліп, жұқалап жайып аламыз. Қамырдың үстіне ерітілген сары майды жағып, үстіне 2-ші қамырды қоямыз. Оның үстінен де сары майды жағып шығамыз. Қамырымыздың шетінен алып, осылай ораймыз. Ішінде ауа қалып қоймау керек. Қамырымызды орап болған соң, салафанға салып, тоңазытқышқа 3 сағат немесе одан да көп салып қоюға болады. Самсаның салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге тартылған тауық еті, тұз, бұрыш салып, пияз, картопты ұсақтап тураймыз. Самсаның салмасы құрғақ болмау үшін ішіне сұйық май немесе тауық майын қолданған жақсы. Тоңазытқыштан шыққан қамырымызды 85-90 граммға таразыға өлшеп бөліп аламыз. Видеодағыдай жайып осылай. Қатты жұқа да емес, қалың да емес. Ішіне салмасын салып ораймыз. Самсаның жасалу жолының бірінші түрі сопақша. Айналасын осылай әдемілейміз. Екінші түріне бізге 2 қамыр керек. Осылай жайып аламыз. Ортасына салмасын салып,
үстіне екінші қамырды жабамыз. Сосын айналасын әдемілеп бөгіп шығамыз. Жасап болған самсалардың үстіне осылай жұмыртқа жағып шығамыз. Кунжут пен макты себеміз. Пешімізге 180 градус 40-45 минут қызарғанша пісіреміз. Қатпарлы самсамыз дайын болды. Тойымды, жұмсақ, ерекше болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.